Достар, қайырлы күн. Бүгін құрал жабдықтармен танысатын боламыз. Бізге керекті құрал жабдықтарымыз осындай қалыптар. Мынау жаңа новый түрі ғой. Новый түрі мынау кішкене қолданылған қалыптар. Осындай қалыптар керек. Мысалы, мынау бізде иттің формасы. Міне осылайынан ашып қолданасыздар. Іші осындай болады. Мінекей шеттерін қыстырғышпен қыстырасыздар. Бізге осындай қалыптар қажет. Иттің формасы, мынау драконның формасы. Енді мынау қалыптарды қолданып жүрмін мен. Сосын қолданғаннан кейін сырттар осындай болып кетеді. Мынау бізде бұғының қалыпы тоже осылай ашылады, мінекей. Одан кейін және көбінесе ұнайтын сумканың қалыбы осындай прозрачный болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Бұл бізде осылайынан ашылады. Міне осылайынан ашылады және де шеттерін бекітетін боламыз. Осы сумканың қалыбы қажет болады. Мен сіздерге көрсетемін қалай құю керектігін. Одан кейін бізге осындай доптың қалыбы. Негізі бұл копилкаға емес, бұл арнайы шоколад жасауға арналған форма. Негізі бізде бұл осылайынан құрастырылады. Бұл қараңыздар. Және де мына жері осылайынан тесті. Көріп тұрғандарыңыздай, бұны пышақпен кесіп аласыздар, газге қыздырып тұрып, және мына жері сынып қалғаннан кейін бұл скотчтап қойдым. Кішкене қалып қиындау. Және де бізде осындай машинаның қалыпы бар, мінекей. Осы машинаның қалыпы тоже балаларға развивашка ретінде берсеңіздер болады. Бұл да кішкене қиынырақ қалып. Жалпы доп пен машина кішкене қиынырақ. Қалған қалыптардың барлығы өте оңай шешіледі, оңай құйылады. Жалпы кішкентай қалыптардан көрі размер 22-19 сантиметрлік үлкен қалыптарды алғандарыңыз дұрыс. Сумканың қалыбы жақсы. Және кезекті бізге керекті құрал жабдықтарымыз осындай стекло қажет болады. Стекло бізге не үшін қажет десеңіздер, мысалы біз копилкамызды құямыз ғой формамызға. Сол кезде мынау астын осылайынан құйып төңкеру үшін бізге қажет стекло. Мына жерде қай жеріне тип гипс тимей қалған стеклодан көреміз да, сол үшін мен стеклоны постоянно пайдаланамын. Ал егер сіз профессионал болсаңыз, сізге осындай майонездің, қаймақтың құтысын ұсынамын. Осылайынан құйып төңкере бересіздер. Бірақ жаңадан бастап келе жатқан адамдарға бұны ұсынбаймын. Жалпы стекло болса, стеклоны сатып алып қырықтырып алыңыздар. Арзан үші өте жақсы, осы стеклоны алып қолданыңыздар. Келесі кезекте бізге керекті осындай қыстырғыштар қажет болады. Бізге пришивкалар қажет болады. Пришивкалар бізге не үшін қажет десеңіздер, мен көрсетейін. Біз осылай формамызды осылайынан құрастырамыз. Формамызды құрастырғаннан кейін шеттеріне гипсіміз біресе сұйық, біресе қою болып, әр кезде әртүрлі болады. Сол үшін осылайынан формамызға біз қыстырғыштарымызды қыстырып қоятын боламыз. Қыстырғыштарымызды жақсылап қыстырамыз. Сосын барып жұмысымызды бастай береміз. Бізге осындай пришивкалар қажет болады. Размер үлкен пришивкалар аласыздар ғой. Кішкентай пришивка алып қоймаңыздар, үлкенірек пришивка аласыздар. Келесі кезекте бізге керекті осындай стакандар қажет болады. Бізде мынау тез сынып қала береді, бүйтіп ішін тазалаған кезде. Ең несі мынау донер жеген кезде қолданатын айран дегенше бар ғой, осының несі өте күшті. Осылай жасаған кезде уже мынау қолданып жүргеніме біраз болған, мен 3-4 ай болып қалды. Осы донердің жейтін айранның ыдысы өте жақсы. Бізге қасық керек, гипсті алатын кезде қолданамыз. Осындай пышақ керек, артындағы копилкамыздың мынандай тиын салғышын тесу үшін пышақ қажет болады. Канцелярский пышақ. Және де сушидің таяқшалары біз гипспен суды араластырған кезде екі таяқты қосып бірге араластырамыз. Бізге екі таяқ қажет, бір таяқ болмайды. Одан кейін бізге осындай су қажет. Обычный бөлме температурасындағы су, қатты мұздай су болмайды, қатты ыстық су болмайды, жылы орташа су болады. Бөлме температурасындағы жылы орташа су, қатты ыстық, қатты жылы болып кетпейді. Орташа кәдімгі кипяток сияқты су болады. Обычный раковинадан алып құясыздар. Келесі кезекте мен гипсті көрсетейін. Осындай аппақ қап, ешқандай жазу ештемкесі жоқ. Бұл алебастыр бізде.
міне қараңыздар, 25 килосы 900 теңге тұрады. Бізде ауыл, енді қала жақта 2000 сондай тұратын шығар. Осындай ақ алибастер болады. Міне осыны біз копилка жасап қолданатын боламыз. Қолдарыңызға перчатка киіп алыңыздар. Қолдарыңызға міндетті түрде перчатка қажет болады. Осы біздікі су гипс, осыны араластыру арқылы біз копилкамызды жасайтын боламыз. Жалпы бізге керекті құрал жабдықтарымыз осы.